Көндердің күнінде отбасының нәпақасын адал тауып жүрген Махмуд есімді кісі болыпты. Оның әйелі өмірден ерте озады. Кенет келген ауыр қазаға ол қатты қиналады. Үйінде әйелінің орны қатты білінеді. Олардың 8 жасар қызы бар еді. Махмуд болса ендігі жерде жұмысымен бірге қызына қатар қарауға мәжбүр қалады. Арада бір шама уақыт өтіп, Махмуд екі жаққа үлгере алмай, енді қызына қарайтын жақсы жар іздестіре бастайды. Расымен де көп ұзамай тұрмыс құрмаған, бірақ жасы 40-қа жақындап қалған әйелге үйленеді. Алайда Махмуд оның алған жарының мінезі шатақ әрі қатыгез екенін хабарсыз еді. Әйелдің бойында мұндай кесір қасиет ұзақ уақыт бойы тұрмыс құрмағандықтан және дәрігерлер оған бала көтере алмайтын бедеу деген қорытындыдан кейін пайда бола бастаған. Содан Махмуд екінші рет үйленіп, әйелінен анасынан ерте жетім қалған қызына жақсы қарауды талап етеді. Оған ешқандай зиян тигізбей, ренжітпей, жұрт қатарлы өсіруді сеніп тапсырады. Бұған қоса, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның егер жүрегіңді жібіткің келсе, міскінді тамақтандырып, жетімнің басынан сипа деген хадисін естен шығармауды өтінеді. Әйелі болса қызға жақсы қарайтын уәде беріп, Махмудты еш алаңдаудың қажет жоқтығына сендіреді. Арада бір ай өтеді. Махмуд жұмысқа кеткенде әйелі оның қызына қорлық көрсете бастайды. Еш себепсіз ұрсып, жегіп, қол көтеруді шығарады. Қызға тамақ дайындап беру дегенді мүлде білмейтін. Көп уақыт аш қалатын. Күнде осылай жалғасатын. Әр күні кеш батқанда өгей анасы қызға әкесіне тіс жармауды ескертетін. Себебі бұл туралы әкесі білсе, денесін отқа күйдіріп, көрмеген қорлықты көрсететінін айтып қорқытатын. Қыз болса қатты үрейленіп, әкесіне айтпайтын. Содан мұндай қорлық бірнеше күнге жалғасады. Махмуд болса соңғы уақытта қызының мінез құлқы өзгергенін бірден байқайды. Ол бұрынғыдай әкесіне еркелемейді. Кенет есінен таңып құлап қалатынын шығарады. Өгей анасын көрсе, беті мен құлағын жауып үнсіз жылай беретін. Махмуд қыздың жағдайына алаңдап, ертесіне дәрігерге апаруды көздейді. Алайда әйелі қыздардың өсе келе осындай қылық шығаратынын айтып, ешқайда барудың қажеті жоқ деп сендіруге тырысады. Махмуд келіскендей болып, таңертең қызын туыс әпкесінің үйіне алып барамын деген сылтаумен әйеліне білдірмей ауруханаға барып жан-жақты тексертеді. Дәрігер қыздың басын сүріп, нәтижесіне таң қалады. Өйткені оның басында көптеген құмырсқалардың барын біліп, әкесіне дереу ота жасау керектігін ескертеді. Көп ұзамай ота сәтті жасалады. Кейін белгілі болғандай, өгей анасы қыздан бір жолы құтылу үшін оған ұйықтататын дәрі беріп, қол аяғын байлап, мұрнына шекер салып, артынан құмырсқа жіберіп отырған екен. Осылайша құмырсқалар қыздың миына шауып, есінен танып қала беретін болған. Мұны білген Махмуд қатты ызаланып, әйелін ұрып өлтіру үшін үйіне беттейді. Алайда көршілері араға түсіп, дер кезінде ажыратып алады. Сол уақытта полиция қызметкерлері келіп, мән-жайды білгеннен кейін әйелді қамауға алады. Махмуд болса оның мұндай әрекетке баруына не себеп болғанын сұрайды. Сонда әйел: "Мен сенің қызыңа үйленген уақыттан бері өзімді ана деп айт" деп оған айтқыза алмай, әбден шаршадым. Оның үстіне сенің бар көңіліңді қызыңа емес, маған аударуды қаладым. Нәтижесінде осылай болды деп міз бақпай тұра береді. Көп ұзамай әйел сотталып, кейін жындыханаға жатқызылып, ақырында сонда есі ауысып өмірден өтеді. Махмудтың қызы болса тез жазылып, әкесінің құшағында, бақыттың базарында еркелеп өсе береді. Бұдан кейін ол өзіне ешкімге үйленбей, қызды өз қолымен жалғыз жетілдіремін деп серт берген екен. Расында Салман әл-Фариси исламды қабылдаған ең алғашқы парсылық еді. Шайтан оттан жаралғаны белгілі. Ендеше ол тозақта отқа қалай жанады дейді. Орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып оны өлтірер едім. Кенет судың бетіне үлкен кит келіп, пайғамбар алейхиссаламды жұтып қояды. Шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімге сенер сенбесін білмеген еді. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Балам менің қолымнан қысып ұстап, "Әке, мен сізді қатты жақсы көремін" деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым. Абу Лахаб Мұхаммедке пайғамбарлық келгенде діннің таралуына қарсы шыққандардың ең әуелгісі еді. Көшеде бір қолы толық кесілген кісі адамдарға: "Маған қарап ойланыңдар, ей халқым, және ешкімге зұлымдық жасамаңдар" деп дауыстап жатады.
пайғамбардың жатқан денесін құшақтап маңдайынан сүйіп, өмірде де өлімде де нендей жақсы адам едіңіз деп өксіп жылайды.